Қайырлы күн. Алдындағы бейненің екінші бөлімі қазір түсініп кетем. Өте маңызды. Мына келіншектің аруақтары күшті болса, мен сияқты жанашыр, туралықты, ақиқатты бетке айтатын адам, мына отбасынан мүлдем аулақ бол. Мына екеу, бала шағасымен одан ары өзіңді ойла, өзіңді жақсы көр, өзіңді сыйла. Бұларға жаңағыдай бүкіл рухани байлықты, бүкіл өзінің әулетіндегі, бүкіл өзінің ата-бабадан келатқан сый құрмет бүйтіп қолдап, қоршап бүйтіп тұру керек. Осындай керемет жағдайға жеткізу үшін, бұны күйеуге тидіріп, бұл да өз жолын тауып, өз бақытын табу үшін біз сияқты шеберлер, Құдайға қарағандар әрине енді ақылы бері алып шығамыз. Бірақ сіздерге енді бәрін айтқаннан кейін аяғына шейін енді ашық айтайын. Не үшін бұл келіншек қыздарға мынандай сынақтар келеді? Не үшін әулеттің күші бұларға дарымайды? Өйткені бұлар осы әулеттен келеткен бірінші күнәларды, неше түрлі қиындықтарды бұлар сол атқаруға туылар алдын контрактқа қол қойған. Мен осы әулеттің бүкіл боқсыдығын жуып шығам. Менің жаным осы жарық дүниеге сол үшін келеді. Екінші, бұларға мынандайлар жаңағыдай сырттан дуа жасауы мүмкін. Өйткені бұлар өте алапат күш. Бұлар әлемді өзгертетін, қоғамды өзгертетін алапат күші бар, бірақ бұл бейшаралар білмейді сол күші бар екен. Соны ояту үшін сондай мыналарды бүйтіп жауып тастайды, сол сиқырдан арылу үшін, үлкен әулеттің күші берілу үшін, бұларға өнер, сұмдық, керемет қасиет қону үшін, аруақ қону үшін бұлар сондай сиқыр дуадан арылып, өз өмірлік жолын табу керек. Үшіншіден, бұл әрине ата-анамыз. Әкесінен жаманшылық көрген, анасынан деккі жеген, сен сұмырайсың, сен сүмелексің, сен жаңағыдай айуансың, сен бірдемесің, сен шірдемесің деп бейшараны ұрып соғып, болмаса жетімдер өскен ба, болмаса әкесі өскен ба, шешесінің бір бәлелерін көрген ба. Ата-анадан жылулық алмаған қыз өзін кемсітіп, өзін жаман санап, қайдағы біреу қатыны бар еркектерге аузы көзі жалақтап, қыздар, өтініш, сіздер күштісіздер, сіздер өте кереметсіздер. Егер сіздің әкеңіз жоқ болса, әкеңіз ұрып өсірген болса, анаңыз сізді сөйтіп ұрып жамандап өсірген болса, ол сіздің өмір бақисыз жаман адам деген сөз емес. Сіз өте керемет жансыз. Тек соны уақытылы түсіну керек.